Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге жеті каналы. Бүгін біз сіздерге логикалық сұрақтарды жасыратын боламыз. Ал сіздерге ойлануға бар жоғы 10 секунд қана беріледі. Алғашқы 2 әрпі жануардың аты, соңғы 4 әрпі адамның аты қосылған мемлекеттің атын табыңыз. Дұрыс жауабы Италия. Алдыңызда 3 есік берілген. Бірінші есіктің артындағы бөлмеде сөнбейтін от жанып тұр. Ал екінші есіктің артында қарулы қылмыскерлер, яғни аяу дегенді білмейтін қылмыскерлер отыр. Ал үшінші есікте 3 ай бойы аш отырған 2 арыстан бар. Ал сұрақ, қай есікке кірген қауіпсіз болады? Дұрыс жауабы 3-ші есік. Себебі арыстан 3 ай бойы аштыққа шыдауы мүмкін емес. Сіздің үйіңізде жарық сөніп қалды деп елестетейік. Ал қолыңызда бір тал сіріңке мен оны жағатын қорабы бар. Алдыңызда шам, газет және де ағаш бұтақтары бар. Сіз қайсысын бірінші болып жағасыз? Бұған ойланудың да қажеті жоқ, себебі дұрыс жауабы сіріңкені бірінші болып жағасыз. Ал бұл сұраққа дұрыстап құлақ салғаныңыз жөн болар. Маржанның әкесінің 5 қызы бар. Олар Тұмар, Шынар, Алиса, Марина. Және соңғы қызының аты кім? Егер де сұрақты дұрыс тыңдасаңыз, бұның жауабы Маржан екенін бірден табасыз. Аңшы қыс мезгілінде орманға мылтығын асынып шығады. Бірде бұтақта отырған торғайды атып түсіреді. Бірақ та қараса, қарға құлапты. Бұл қалай болғаны? Себебі торғайды атқанда қыста жиналып қалған қардың үстіне құлаған екен. Сіз неше логикалық сұраққа жауап бердіңіз? Комментарияға қалдыруды ұмытпаңыз. Кім ақылды екенін бірге білейік. Осымен видеомыз соңына да жетті. Егер де видео ұнаса, арнаға жазылып лайк басып кетіңіз.